Әссәләму алейкум, баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін өте дәмді жусай манта дайындайтын боламыз. Алдымен ұнымызға бір жұмыртқа салып, кейін тұзды суымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Қамырды жарты сағатқа немесе 1 сағатқа тындырамыз. Арасында бөлікке бөліп, тағы басу керек. Жақсылап тынған қамырларымызды бір-бірден жаямыз. Ұн сеуіп отырып, жұқа етіп жайып шығамыз. Жайылған қамырымызды 4 бұрышты етіп кесеміз, қойып қоямыз. Екінші қамырымызды да дәл солай жаямыз. Егер шеттері қалың болып кетсе, видеодағыдай ұн сеуіп бір-біріне бүктеу арқылы шеттерін жұқартып алсаңыздар болады. Екінші қамырымызды да 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Салмасын дайындаймыз. 4 үлкен картоп және 2 пияз, 2 үлкен бума жусай қажет болады және 300-400 граммдай майлы фаршты қосамыз. Көкөністердің барлығын ұсақтап тураймыз. Дәмдеуіштер қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мен тұз, бұрыш және сұйық май қостым. Салмасын молынан салып, мантыларымызды түйіп шығамыз. Мантаваркаларымызды жақсылап майлап, манталарымызды тізіп шығамыз. Қайнап тұрған суда 45 минут пісіріп аламыз. Манталардың үстіне сұйық май жағып қойсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Манталарымыз дайын болды. Жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты. Жусайдың өте ерекше дәмі бар. Мантаны міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмін татпай айтып жеткізу мүмкін емес. Өте дәмді болып шықты. Барлықтарыңызға рахмет, лайк басып қолдап қойыңыздар.